Баршаңызға қайырлы күн достар, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа дайындықты бастап, әртүрлі жеміс-жидектерден ассорти компот жасайтын боламыз. Жеміс-жидектердің науқаны басталып кетті, сондықтан қысқа дайындықты бастаймыз. Мантоваркаға 10 минуттай булап аламын. Буланған банкаларымыздың ішіне мятамызды саламыз. Ол ерекше дәм береді. Мен өзім мятаны салуды жөн көрдім. Шабдалына да банкаларымызға салып шығамыз. Жеміс-жидегіміздің бірі алша, ол компотымыздың түсін ерекше қызыл қылып шығарады. Дәмі де өте керемет болып шығады. Екі литр банкамызға 200 грамм секер саламыз. Ал егер де сіздерде 3 литрлік банка болса, оған 300 грамм секер салсаңыз болады. Енді сақырлап қайнап тұрған суымызды құямыз. Крышкамызды алдын ала 10 минуттай суға қайнатып алдым. Содан соң арнайы құрылғымызбен, закрывалкамызбен аузын жабатын боламыз. Біздің компотымыз дайын болды. Осылай теріс қаратып аударып қоясыздар. Компотымыз дайын. Өте түсі де, дәмі де ерекше болып шығады. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр. Назарларыңызға рахмет.